Кемелдену кедергілері. Өмірімді өзгертсем, жақсы адамға айналсам деп талай рет ниеттенген шығарсыз. Тіпті тағдырымның жаңа парағын ашамын деп сан рет жігерленген боларсыз. Әлбетте, өзімді жан-жақты жетілдіремін деп талай рет ант ішіп сөз де бердік. Бойымдағы жаман әдеттерді тастаймын, кертартпа мінезден арыламын деп тәуекелге бел буып кірісіп те кеттік. Бірақ әр кез жанбай жатып өше бердік. Қайта тұтана алмай, тұтансақ лаулап жана алмай, Абай атамыздың не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес дегендей қайран уақыт өткіздік. Әрине, ниет жақсы, талпыныс күшті. Алайда сол ниетке жетудің жолын білмек керек. Дана Абайдың егер ісім өнсін десең, ретін тап дегені бекер емес. Жетістікке жету үшін ең әуелі басты кедергілерді анықтап, содан арылу міндет. Жақсылық жолында бүк түсіп жатқан бөгеттерден құтылу қажет. Олай болмағанда басталмай жатып сөнесіз, әрдайым сәтсіздікке ұшырайсыз. Сөйтіп әу бастағы ізгі ниет аяқсыз қалады. Баяғы жартас сол жартас. Өзгеріссіз қала береді. Ендеше адам баласының жетілу жолындағы басты кедергілерге тоқталайық. Мақсатсыздық. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай, баса ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдыңа нақты мақсат қоя алмасаң, ғұмырыңның соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалада адасып қаласың. Уақытты құр босқа өткізген боласың. Яғни, арықтағы суда ағып бара жатқан шөп шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман мен талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деп ақын Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамда үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатты орындаудан қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла, оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де, сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаса, адам қарекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ мұндай пенде жетіліп жігерленуі бұлай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабында үңілген бала, егумен айналысқан егінші, қолы істегі тігінші, ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретіндігінің бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я сауда салынса, қолы тиермеді, немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық азғырар адам баласын деуі осыдан. Баянды мақсатсыз бүгін не істесем екен деп құрбосқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп өзінің бас бойдасы мақсаты жоқ адам, кім көрінгеннің жетегіндегі тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пенденің шақыруын мақұл көріп, ләббайлап жүгіре жөнеледі. Яғни мақсаты бекем емес пендені не болса сол жетектеп босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамның бас бұйдасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып түрлі құмарлық сезімдердің тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде дамуы, жан-жақты жетіліп, рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл пендеде асқазан қамын, тәндік рахат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттандырудан өзге мақсат жоқ.
одан асып басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі санаңда, кейін қағаз бетінде көрініс табады, сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы, үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұздырып, әуре-сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілің толмайтын әттеген-айы бар үй пайда болады. Ендеше өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өкінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда ақыл-ой сарсаңға түсіп, қалай бақыт аларын білмей абдырайды. Бұндай күйге түскен адам күш-қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды. Ал айқын мақсат қойғанда ақыл-ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп, назарын сол іске шоғырландыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бағытқа қарай харекетке көшіп қозғалады да, білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат қысқа, орта және ұзақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді мақсатта діттеген кітапты оқу, орта мерзімді мақсатқа кәсіби біліктілік арттыратын курсты айтуға болады. Ұзақ мерзімді мақсатқа жеке кәсіп ашу секілді күрделі істер жатады. Егер жеке кәсібі бар кісі болса, онда соған сай өзіндік қысқа, орта, ұзақ мерзімді мақсаттар қойылады. Бірде жиһаз жасайтын жас кәсіпкер жігіт менімен танысқысы келгенін айтып, кездесуге ұсыныс жасады. Кездестік. Әңгіме барысында кәсібіне қатысты алдағы жоспарын сұрағанымда, алдағы уақытта кәсібімді кеңейтіп, үлкен кәсіпкер боламын дегендей жалпылама мақсатын айтты. Мақсатына жетудің, кәсібін дамытудың әр кезеңіне арналған нақты уақыты, тыңғылықты жоспары болмай шықты. Мен мақсатты дұрыс, жүйелі қоя білу жетістікке жетудің жартысына тең екенін түсіндіріп тырыстым.